Сәлем достар, сіздермен бірге Нұрғали фильм. Бұл видеода сіздерге Век Адалин фильмі туралы айтып беретін боламын. Кезінде Адалин Боуман деген әйел есімін Джеймил Ранс етіп ауыстырған. Ол әр 10 жыл сайын жаңа есім жазылған құжаттарын алып басқа қалаға көшуге тура келеді. Адалин кітапханада жұмыс істейді. Оған архивтелген пленкаларды жаңа иесіне жіберуге дайындауға тапсырады. Жұмыс барысында оның біріне қызығып проекторға қосқанда, ол өз ғасырында болған сәттерді байқайды. Себебі Адалин дүниеге келген кезінде әлемге әйгілі алтын көпірде болмаған. Сол көпірдің құрылысындағы инженермен танысып, оған тұрмысқа шығып, Флеймонт деген есімді қыз туады. Содан кейін бірнеше жылдан кейін оның күйеуі қаза болып, ол Адалин болса көлік апатынан аман қалады. Сол уақытта көптен болмаған ерекше жауын болады. Адалин өзі рөлде келе жатып, көлігі тайып мұздай суға құлайды. Ол өліп бара жатқан да кенеттен найзағай соғып, оның денесіне тиеді. Адалин қайта тіріліп, сол уақыттан тіптен қартаймаған. Құрбылары оған таң қалып, оған қалайша жас болып сақталғанын сұрағанда жай қалжыңмен құтылып кетіп жүрген. Бір күні жол ережесін бұзған үшін тәртіп сақшысы тоқтатып құжаттарын тексерткен кезде ол жерде жасы 45-те болған. Адалин мүлде мұндай жасқа ұқсамаған соң тәртіп сақшысы оның құжат есебінен қабылдамайды. Көп ұзамай оған екі қызметкер келіп, қартаймау себебін зерттеу мақсатында зертханаға алып бара жатқанда, ол көліктен қашып құтылады. Жаңа жылда өзінің Реган есімді құрбысымен өткізеді. Ол болса соқыр болып, Адалиннің жас бейнесін көре алмай, оны бірге қартайып келеді деген ойда болады. Сол кеште бір жігітті байқап, екеуі арасында ұшқын пайда болады. Дегенімен жігіттің қызы болып шығады. Адалин кештен кетіп бара жатқанда, ол жігіт артынан қуып жетіп, оған қасынан көрген қызды өзінің жай ғана танысы екенін айтады. Ал бұл жігіттің есімі Эл Джонс болған. Элс Адалин жақын арада көшуге байланысты ешқандай қарым-қатынас бастағысы келмеген соң жігітпен таныспай кетіп қалады. Адалиннің жұмыс орнын тауып алып, сол жерге қайырымдылыққа үлкен қаражат бөлген сәтте, ақыры кездесу кешіне шақырып, осы оқиғаны Элис Адалинге көрсеткісі келген. Кездесуге көп болмай жатып, Адалин оған ғашық болып қалатынына түсініп, қашу керектігін ойлап, оған жақын арада көшетінін айтады. Алайда Элис сонда да берілмей, Адалинді үйіне шақырып, екінші кездесуге ие болады. Кешке Элистің үйіне кездесуге вино ішіп, әңгімелері жарасып, жақсы көңілді өткізеді. Келесі күні таңертең парктегі скамейканы қасынан өтіп бара жатып, өткен кездер есіне түсіп кетеді. Ертеректе дәл сол жерде отырған үйленуге сөз салғысы келген жігіт қалдырып кеткен еді. Үйіне келгенше иттің қартайғанын, бүйрегі жасамай қатты ауырып қалғанын байқағаннан кейін мәңгілікке ұйықтауға тура келеді. Бір күні есік алдында Элистің келгенін көрген кезде мекен жайын біліп алғаны үшін ашуланып, Элиске арасында еш нәрсе шықпайды деп кетіп қалады. Алайда өзінің қызымен сөйлесіп, ол оған олайша жаңа өмір бастауын айтқанда, Адалин ойын өзгертеді. Қайтадан кешкі кездесуге шығады. Бұл ерекше жер ол тасталған кинотеатр болған. Оның төбесі болса арнайы материалдардың әсерінен жарқыраған жұлдыздар сияқты көрінген. Элистің бұл қызға деген сезімі арта түскеннен, ол ата-анасымен таныстыруға шешім қабылдайды. Сол күні олар жанұясымен жиналып, дастарханда болған қонақтарын қабылдап, барлығы тамаша болып жатқан кезде, алайда әкесі қызды көріп таң санып қалып, Адалин деп шын есімін айтып қалады. Анасымен шатастырып жатқанын шығар деп айтады.
оның көлігі бұзылған кезде жөндеп берген кезінде. Келесі күні таңда Уильям қызға Адалин деп қалып, ал әйелі болса оның анасын ойлап жүр деп оған реніш білдірген кезде Уильям ол жағдай бұрын болды деп әйелімен 40 жыл тамаша өмір сүріп келгенін айтып сабырға шақырады. Кешкі уақытта бәрі жиналып ойын ойнамақшы болады. Бұл ойында Адалин өзін тамаша көрсетеді. Ойыннан кейін Адалин есік алдында шыққанда Уильям байқайды. Ол баласының қызына кезінде оның анасын үйленуге ұсыныс жасағысы келгенін айтты. Келесі таңда Адалин мен Уильям оңашада қалған кезде әңгімелесіп тұрғанда қыздың қолынан тыртықты байқап қалады. Кенеттен жас кезінде Адалиннің екеуі серуенге шыққан кезінде есіне түседі. Сол жерде қыз қолын жарақаттап алғанда Уильям оны емдеп берген еді. Сонда да өзінің ойына сенімсіз болып, ескі суреттер мен хаттар сақталған сарайға жүгіріп барып, Адалиннің кезінде жазған хатын тауып, оның жанында суреттерді де болған. Суреттер жарақаттанған қолының байланып тұрған байқағаннан кейін, ол оның ғашығы болған, сүйіктісі болған екеніне толықтай көзі жетеді. Адалин орман арасына серуендеп жүргенде Уильям оны тауып алып, қолындағы тыртық туралы сұрай бастап, оның кезінде болған суретте болғанын айтқанда, Адалин шыдамай оны растап мойындайды. Содан кейін Уильям не себепті бірге бола алмағанын түсінеді. Уильям бәрін білгеннен кейін қыз үйге жүгіріп барып, заттарын жинаса бастайды. Элиске қоштасу хатын жазып және олардың көлігін алып алысқа қаша жөнеледі. Жарты жолда тоқтай сала Элисті шын сүйетінін ойлап, өзінің қызына телефон шалып айтқаны кеңесі бойынша енді ешкімнен жасырынбай өмір сүретінін айтады. Қуанышта Элистің үйіне қарай оралу үшін көлігін енді бұрылып жатқанда бір жағынан пикап келіп соғып төңкереді. Оған қарамастан көмектеспей ары қарай кетіп қалады. Ал Адалин болса жайлап жан тапсырады. Бұрынғы кездегідей қар жауа бастайды қайтадан. Қартаю қабілетін қайтару үшін жалғыз найзағай соққысы жетпеген еді. Содан дәрігерлер келіп қызды денесін тоқ зарядын жүргізген кезде Адалин қайта тіріледі. Ауруханада Элиске барлық шындықты айтады және сол жерде қызы келген кезде онымен таныстырады да, бір жыл уақыт өткенде 2 жас